Қайырлы күн достар. Мен алдыңғы сабақта бас аурулар және инсульт, инфаркт жайында айтқан болатын. Енді бүгін эпилепсия жайында айтайын деп тұрмын. Эпилепсия қалай туындайды, оның себептері қандай және қалай арылуға болады, осы жайында айтайын деп тұрмын. Ол үшін маған тіркеліп қойып, каналыма өте қызықты ақпараттар болады. Қоңыраушаны басып қойсаңыз, келесі ақпаратты сіз жіберіп алмай көретін боласыз. Жалпы адам психосоматика бойынша және ауруларды өзі туындатады екен. Психика жайында айтайын деп тұрмын. Не эпилепсия және судорог. Эпилепсия, оның себептері ең бірінші ол қатты психикалық қысым, өзінің жәнегі қатты қысуы және жүктемелерді арту. Сен бүйтуің керек, сен сөйтуің керек деген көп жүктемелерді артып алып, және түйсіктегі паникалар әртүрлі. Қорқыныштар, ауырып қалам, бөліп қалам, осы жұмысым тоқтап қалама, ақшасыз қалам ба деген жаңағы осындай паникалар. Және аңду. Кенеттен біреу бүйтіп қалатын ма, жәнегі анау неге бүйтті, мынау неге сөйтті, аңду. Содан кейін қатты күрес. Неге бұлай болды менің ісім деген сияқты күресте жүреді. Өзіне, өзгелерге содан кейін зорлық көрсету және қарға отыруге, сауап болды осылай істегені, неге және көз қалмайды екен деген секілді біреуді зорлық жасау, соғу біреуді, осының бәрі. Біліп қойыңыз, осы және мінез құлықтар, ойлар сізде болатын болса, сіз жәнегі эпилепсия болашақтағы соған сіз фундаментін қалап жатырсыз деген сөз. Адам ойларымен өзін тым жәнегі жоғары қоятын болса, мысалы класстастар чатында отырып алып, мыналар мені жақсы көрмейді, мыналар мені көре алмайды, мыналар мені жақтырмай отыр деп бұрын болмаған ойды ойлап алады да, сол оймен өзін өзі жаңағы мүжіптейтін адамдар да болады екен. Екінші, түйсіктегі жүктемені қою керек. Адамдарға және қоршаған ортаға осы жүктемелерді және агрессияларды, енесіне деген агрессия, или басқа қайын бике, қайын әпке және басқа адамдарға деген агрессиялар, күйеуіне деген агрессия, күйеуіне деген тым қызғаныш, осының бәрі осы эпилепсия мен судорогын туғызады екен. Және де ол әйел адам болатын болса, ол балаға өтіп кетеді. Бала құрсақта жатқанда осындай жаман ойлар, негативті ойлар болатын болса, жаңағы эпилепсия болып, болашақта бала эпилепсия болуы мүмкін. Сондықтан әкесінде де сондай ойлар, өйткені бала бізбен ақпараттық деңгейде, бала бізбен байланыста. Көбінесе ер мен әйелдің арасында қызғаныш. Мысалы, әйел адам ерін қызғанып жатады, ер адам әйелін қызғанып жатады. Жәнегі қызғанып отырған сіздің ойыңыз, өзіңіздің әйелдің түк қатысы жоқ. Себебі қызғану арқылы сіздің самооценкаңыз төмен болып тұр. Жәнегі әйел адам болсаңыз, өзіңіздің әйел ретінде және өзіңізге сенімсіз болып тұрсыз. Ал еркек болсаңыз, сіз ер ретінде өзіңізге сенімсіз болғаннан кейін жәнегі әйеліңізді қызғанасыз. Енді бұл кезде жәнегі зардабын бала тартады. Балада қандай да бір қызғаныш, бір әйеліңізге деген агрессия, немесе еріңізге деген агрессия болатын болса, балаңызға беріледі. Себебі бір жағдай болған, баласы 3 жасқа келгенде бір еркектің осы эпилепсиямен ауырған. Өйтсе ол әйелін қызғанған екен, қатты қызғанып, әйелі кетіп қалған, ұрыс жанжалға дейін барып, айырылысуға дейін барып, әйел кетіп қалған. Кетіп қалғанша неге өліп қалмаған деген, сол кезде балаға өтіп кеткен. Сол сияқты ата-ана мен баланың арасында ақпараттық, энергетикалық деңгейде байланыс бар. Сол себепті олар, балалар мен ауруын білдіре алмайды, эмоция арқылы айта алмайды ғой. Сол себепті эмоция арқылы жаңағы ауру туындатады екен. Мысалы,
баланың құлағы ауырса, ерлі зайыптылар бір-бірін тыңдамай, бір-бірімен айқасып, ұрсысып, жанжалдасып жатыр деген сөз. Сондай аурулар болса, осы аурулар арқылы психосоматикасын анықтауға болады. Бала 14 жасқа дейін анасымен тығыз ақпараттық энергетикалық деңгейде тығыз байланысты. Анасының ойынан туындайтын аурулар болуы әбден мүмкін. Бұл жағдайда бала ауырса, ата-ана қайтеді, баланы емдетуге тырысады. Оның себебін анықтамайда, салдарымен тырысады. Себебі оның ата-анасының арасындағы көбінде байланыс болып жатады. Әрбір отбасының болашағы бала. Сондықтан біз болашағымыз дұрыс болу үшін және бүгіннен бастауымыз керек, осы шақтан бастауымыз керек. Енді шығу жолы қандай? Бұнда шығу жолы, яғни ұрсыс жанжалды тоқтатуымыз керек, агрессияны қоюымыз керек, бәр нәрсені Аллаға тапсыруымыз керек. Аллаға тапсыру. Осыған жай байланысты Ибн Аббас деген сахаба болған. Ол кісі өте көркем мінезді болған. Сонда бір кісі оған келіп айтқан: сіздің жәнегі жүзіңізден сіздің мінезіңіздің көркемділігі көрініп тұр. Сіз өте жәнегі ажарлы адамсыз. Бұның себебі неде деп сұраған кезде айтқан екен, оның екі-ақ себебі бар. Біріншісі, рызық несібені Алладан екенін түсіндім депті. Сол үшін рызық несібені күйіп-пісіп іздеудің қажеттілігі жоқ деген екен. Екіншісі, өз жұмысыңды өзіңнен басқа ешкім атқара алмайтынын түсіндім. Бұл дегенің жаңағы жауапкершілікті өз мойныңа алу. Және біреудің жауапкершілігін алмау. Біреудің жауапкершілігін алу дегеніміз ол біреудің жауапкершілігімен ойнау, оның тағдырымен ойнау болып тұр. Біреудің жауапкершілігін алмауға тырысу керек, оны Аллаға тапсыру керек. Енді келесі мен гиперактивность жайында айтам балаға. Гиперқамқорлық, гиперактивность жайында айтам. Ол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.